Өздеріңізге белгілі, тарих беттерінде алтын әріптермен жазылған Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл толуына орай тағзым саған ұлы жеңіс атты тәрбие сағатымызды ұсынамыз. Тәрбие сағатымыздың мақсаты Ұлы Отан соғыс жылдарында жеңіс үшін қасық қаны қалғанша соғысқан ата-әжелеріміздің ерліктерін ұрпаққа үлгі етіп, мәңгілік жадымызда сақтап, құрметтеуге, тағзым етуге тәрбиелеу. Биыл Ұлы Отан соғысы аяқталғанына 75 жыл толып отыр. 1941 жылдың 22 маусымында басталып, үздіксіз 5 жылға, яғни 1418 күнге созылған сұрапыл соғысқа Кеңес одағы құрамындағы республикалардың азаматтарымен қатар қазақстандықтар да қатысты. Соңғы деректер бойынша Қазақстаннан майданға аттанған 1.200.000 жауынгердің 600.000-ы соғыстан қайтып оралмады. Жалпы, бұрынғы Кеңес одағының 27 миллионға жуық адамын жалмаған қанды қырғынға елімізден аттанғандардың ішінен 500-ден астам жауынгер 1934 жылы бекітілген ең жоғарғы Кеңес одағының батыры атанған болатын. Оның 100-ден астамы қазақтар. әр кезде де батылдық пен ерліктің, қаһармандықтың символы, отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Ал сіздердің өздеріңіз құрметті ардагерлер, болашақ ұрпақтар үшін, егеменді еліміздің тәуелсіздігін қорғаушылар үшін жарқын үлгі болып қала бермексіздер. Сіздердің қан майданның алдыңғы шебіндегі ерліктеріңіз, тылдағы ерен еңбектеріңіздің арқасында қазіргі таңда қазақстандықтарымыз бейбіт өмір сүруде. Сіздердің ерен ерліктеріңіз, қажырлы еңбектеріңіз бен табандылықтарыңыз үшін алдыларыңызда бас иеміз. Құрметті ардагерлер, мен сіздерді ұлы жеңістің 75 жылдық мерекесімен құттықтаймын. Сіздер болашақ ұрпаққа бейбіт күн сыйлаған, есімдеріңіз ел есінде мәңгі сақталар, ерліктеріңіз аңыз болып айтылып жүрер ардақты тұлғасыздар. Сіздердің бұл еңбектеріңіз бен ерліктеріңіз ұрпақтан ұрпаққа қалған сарқылмас мұра. Сол мұраны қадірлеп, қастерлеп, кейінгі өскелең ұрпаққа жеткізу бізге тапсырылған үлкен аманат.
сіздерге исходит дня. Азаттықтың ақ таңында өмір сүріп жатқанымыз соғыстың жеңіспен аяқталуы. Оны әперген ата-әжелеріміздің ерен еңбегі деп білемін. Осы ардагерлерге қанша сый-құрмет көрсетсек те аздық етеді. Соғыс ардагерлеріне мың алғыс білдіре отырып, бейбіт күнделеріне салып, өмір жасы ұзақ болғай деп тілеймін. Журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая, всех вас, кого оставил